Баққожа Мұхай, Өмірзая романы. Армысыздар, құрметті тыңдарман, осы каналға тіркеліп, лайк бассаңыз, қазақ контентінің қолдағаныңыз деп білемін. 16 бөлім. Қазан айының 10 жұлдызында Аяғанның отбасы профессор Алдияр Ақпанұлының пәтеріне көшіп келді. Жылы үйге келген соң балалар жетісіп жырғап қалды. Кішкентай бала десе, емешегі езіліп тұратын профессорға үшеуі тез арада бауыр басып алды. Ол кісінің бибіге деген көңілі көл-көсір. Кішкентай қыз бақшадан келісімен шалды түңіректейді. Ата ертегі айтып берші дейді. Профессор ойдан құрастырып, Елжас, Олжас, Бибі, Қадиша туралы қызық ертегілер айтудан жалықпайды. Кішкентай қыз ертегі тыңдап жатып ұйықтап қалады. Ертегіге екі балада құмар, әсіресе өздері туралы көбірек айтқанды қалайды. Шалдың ертегілері көңілді, кейіпкерлерінің барлығы жақсы адамдар болып келеді. Асылхан мен Ақбота осы үйдің адамдарына айналды. Үйді тазалау, тамақ жасау екі қыздың міндеті. Асылхан алып кел, барып келге таптырмайтын қолғанат. Біраз күннің ішінде профессордың жүзіне қан жүгіріп, басқалардың көмегімен бөлменің ішінде әрі-бері жүруге жарады. Тамырына нәр бармай семіп қурап бара жатқан ағашты суғара бастаса, өзегі қоректеніп бүршік жарады. Солып сөніп бара жатқан Алдияр ақсақал жанашырларының арқасында қайтадан қатарға қосылып, адамша өмір сүре бастады. Алғашқы әлетте Қадиша үлкен кісіден ыңғайсызданып, 3 баланы бір бөлмеге қамап алып, тым-тырыс отыратын. Шал оның мұнысын сезіп қалып, реніш білдірген. Бірақ интернатта өскен, әркімнің бетіне жаутаңдап жүріп, ержеткен қыз бөтен үйде еркіндікке мүлде үйрене алмай қойды. Шалдың ниетін таныған соң, балалар мүлде еркін болып алды. Әсіресе Бибі ерке, бақшадан келісімен 3 бөлмелі үйді басына көтеріп, Алдияр қарияның төсегіне шығып секіріп, кеудесіне мініп алады. Біраздан бері төсекке байланып, қимыл, қозғалыссыз, қараусыз жатып қалған шал мүлде қабақ шытпайды. Балаларға сес көрсетіп, быж-тыж болып жүретін Қадишаға ренжиді. Қызым, балаларды бетінен қақпа, жүгірсін, ойнасын, іші пысады баланың, дейді езу тартып. Бір жаман немерем болса деп армандаушы едім. Құдай менің тілегімді қабыл көрмеді ғой. 3 бөлмелі үйде күні бойы жападан жалғыз қимылсыз жату оңай ма? Маған балалардың ұшуынан артық асқан ем жоқ. Шекесіне тағдырдың таяғы көп тиіп, жасқаншақ болып өскен қыз көп уақыт өтпей-ақ қарияның өтінішін ұмытып, бірін-бірі қуалап, күлкіге қарық болып жүрген үшеуіне қабақ шытады. Оңашалап алып ақыл айтады. Атаның мазасын алмаңдар, ол кісі ауырып жатыр. Сендер шуласаңдар, ол жазылмайды дейді. Ересектеу Елжас түсінеді. Екі кішкененің санасына сәуле түспейді. Бір сәт томпиып түнсіз отырып қалады. Аяқ астынан тәртіпті болып, үнсіз қалған балалардың жағдайын Алдекең бірден біледі де, даңғазаны өзі бастайды. Балалар қайдасыңдар, неге билемейсіңдер дейді. Оларға осы сөз жетіп жатыр. Ешкімді жалындырмайды, айқай шуға қайта кірседі. Екі кішкененің жиі ренжісіп қалатыны бар. Мұндайда Елжас қарындасына жақтасып, інісіне қол жұмсайды. Ол әрине жылайды. Оған қосылып Бибі көз жасына ерік береді. Екеуі үйді басына көтеріп, шал жатқан бөлмеге кіреді. Күнделікті жағдайы қазірде қайталанды. Ас үйде тамақ қамымен жүрген Қадиша жүгіріп келді. Бибі профессордың кеудесіне мініп үлгеріпті. Алдекең көз жасын көлдеткен Олжасты басынан сипап жұбата алмай әуре. Жігіттер жыласа шашы түсіп қалады, деді шал. Баланың даусы сап тыйылды. Шал енді кішкентай қызды жұбатуға кірісті. Бибі шашың түседі дегенге түсінбейді. Оны қойдырудың әдісі мүлде басқа. Алдияр қыздың бетінен сүйіп, арқасынан қақты. Менің қызым бәріңнен ақылды, бәріңнен күшті, бәріңнен сұлу. Мен оған көп тәтті тоқаш сатып әперемін, деді. Бибінің даусы бәсеңдеді, басын көтеріп. Міне, мұнша балмұздақ сатып бей, деп 10 саусағын көрсетті. Тағы да міне 5-еуді қос, деп профессор икемге келетін сол қолын көтеріп 5 саусағын көрсетті.
Сен де көтей қолыңды, деді Бибі, өкпесі әлі тарқай қоймаған ағасына бұйыра сөйледі. Ол бірақ қарындасының дегеніне көнбей теріс айналды. Оның орнына Қадиша саусақтарын жайды. Кішкентай қыз қуанып, қол шапалақтады. Көп балмұздақ жегін келеді. Балмұздақты жазда, күн ыстықта жейді. Ой, ыстықтап кеттім, деп қыз кеудешесін шешіне бастады. Профессор мен Қадиша жарыса күлді. Осы сәтте есік шырылдады. Келгендер Асылхан мен Ақбота екен. Бауыр басып қалған балалар жарысып барып жігітке жармаса кетті. Ол алдымен Бибіні көтеріп бетінен сүйді, сонан соң екінші қолымен Олжасты іліп алды. Маған не әкелдің, деді Бибі, бетінен сүйгізгеннен кейін қолын сумаңдатып жігіттің омырауына тығып жіберді. Алма конфет әкелдім, өлең айтпасаң бермеймін. Бақа балпақ, басың неге жалпақ, деп тақылдады Бибі. Бұлқынып жерге түсті де Асылхан көтеріп келген үлкен сумкаға қолды салды. Ол жекеңде қарап қалған жоқ. Жүріңдер жуып берейін. Ақбота екі баланы ас үйге алып кетті. Асылхан аяғын шешіп, профессордың бөлмесіне кірді. Аяғаннан хабар білдіңдер ме? Деп сұрады Алдекең. Жан-жақта тексеріп жатқан сияқты. Білгенім шындық жоқ, жала көп. Профессор ләмдеместен екі көзін төбедегі бір нүктеге қадап қимылсыз ұзақ жатты. Студенттердің хатына жауап келмеп пе? Келмепті. Алмасты таба алмай-ақ қойдым. Ол студ кеңестің төрағасы болыпты. Деді Алдекең даусын созып. Дауыс екпініне қарағанда бұл хабар оған ұнамаған сияқты. Асылхан оған ұрлана қарады. Шал екі көзін жұмып алыпты. Қабағы шытыңқы, ауру жанына батып, қиналып жатқан адамға ұқсайды. Алғаш көргенінде емес, жүзіне шыр кірген, бетіне қан жүгірген. Жігіт төңірегін шолды. Үйдің іші мұнтаздай таза. Қадиша бейшара қарап отырмайтын тәрізді. Екі қабырғаны түгел алып тұрған кітаптар шаңынан тазартыпты. Сөрелердің әйнегі шаммен шағылысып, жарқырап көз жасқайды. Осы үйге бірінші рет бас сұққан күні шаңның иісі танауын қытықтап, қайта-қайта түшкіріп мазасы кеткен. Бөлменің бұрыш-бұрышы сүңгілерден тазарған. Шалдың үстінде тап-таза ақ жейде. Сақал мұртын өткен жолы келгенде өзі қырып берген. Қайтадан тікенектеніп қалыпты. Қадишаға іші жылып, көңілі марқайды. Оған Алдекеңнің де риза екендігіне күмәні жоқ. Қадишадай аруға қолы жеткен адам бақытты екен, деді. Оның басқаға емес, өзінің ең жақын досына бұйырғанына қуанды. Кішкентай кезінен жетім қалып, өмірдің теперіш тепкісін көп көрген Алмасқа іштей бақыт тіледі. Бәріміз жабылып араша түспесек, олар аяғанды жеп қояды, деді. Біраз үнсіздіктен кейін профессор көзін ашып, асықпай сөзін сабақтады. Мәскеуге, Қазақстанның орталық партия комитетіне, жоғарғы және арнаулы орта білім министрлігіне қайта-қайта арыз жаза беру керек. Олар бірнеше рет тексеріп кеткен жоқ па? Олар мұндағы ордалы қасқырдың сойылы соғып жүр ғой қарағым, деп күйіне сөйлейді Алдекең. Көрмеймісің, мемлекеттік қауіпсіздік комитетіне дейін жаулап алған. Шал күйініп жылайтын адамдай қабағын қарс түйіп, қабырғада ілулі тұрған суретінен көз алмай үнсіз қалды. Жігіттің аузына жөндем сөз түспей дағдарды. Оларды жеңу қайда? Қарсылық түгіл, қара басыңды қорғай алмай қор боласың. Айласыздың батыры айға шабады деген сөз бар. Шал ызалана мырс күлді. Сол батырдың кебін киіп, жатысымыз мынау. Айхай дүние-ай, ай дүние-ай, ешкімге керек болмай ақиқаттың қадір қасиеті кетті-ау. Асылхан үнсіз. Ақиқаттың кей кезде тым арзандап, ешкімге керек болмай қалатынын біледі. Бірақ бір жолы қасиеті кетіп, қадірі қашады дегенге сенбейді. Бір басының қайғы қасиетін бүкіл қоғамның басындағы дертке балағаны қалай? Профессордың осындай жағдайға тап болып, ғарып қалге түсіп, мешел баладай қозғала алмай жатуына қоғам кінәлі ме? Оны жан-жағынан жабылып талап, мүйіздеп, құрдымға құлатқан қоғам емес қой. Бұл жеке адамдардың ісі. Жеке адамның, тіпті мемлекет басында отырған кісінің кемшілігіне бола қоғамға топырақ шашу ақылға сияма?
Алдияр ақсақалдың көңіліне қарап, ойын ашып айтпай, үнсіз отыр. Көңілі жарым, жаны жаралы адам не айтса да жарасады. Артық ауыз сөзі үшін ондай пенделерді жазғырудың әбес боларын жігіт біледі. Столда 2 конверт жатыр. Поштаға салып жібер, қарағым. Менің қолымнан жанын жаққа хат жазғаннан басқа не келсін? Сол қолын тіреу етіп, басын көтерді. Асылхан қолтығынан демеп, арқасынан жастық қойды. Келін қалай екен? Әлі бір ай жататын көрінеді. Аяғанның түрмеге түскенін келінге айтып қоймаңдар. Мәскеуге сапарға кетті дедік. Деді шал әнтек жымиып. Ол сендердің сөздеріңе сенер ме екен? 3 баланы шал кемпір ауылға алып кететін сияқты деп жігіт тосын әңгіменің шетін шығарды. Балаларды ма? Профессордың қабағы қартыстанып, езуіндегі күлкі табы зымзия жоғалды. Әсем ауруханадан шыққанша балалар осында бола тұрса қайтер еді. Балаларын көріп тұрса көңілі алаңдамайтын еді ғой. Неге асықты екен? Әттеген аяғанның жағдайын әке-шешесі естісе шала бөлінетін болды, деп Асылхан қынжыла бас шайқады. Олар қашан келеді екен? Бүгін деп естідім. Осында түссін, шалмен өзім сөйлесіп көрейін. Ауылдың қарияларын білемін ғой. Балаң үкіметке қарсы сөз айтты десе болды, байыбына бармай жатып, бәрінен түңіліп, безіп шыға келеді, деп езу тарта алды екен. Сталиннің заманын көрген, ептеп басына таяқ тиген адам болса, қауіпсіздік комитетінің атын естігенде-ақ талып жығылар. Біздің заманымызда НКВД деген жаналғышпен бірдей еді ғой, қарағым. Ата, тамақтайын болды, деді Қадиша жұмсақ үнмен шалға ізет жасап, сүйкімді жымайды. Ой, налайын, деп шал емірене дауыстады. Қадишам келіп көзім ашылды. Осы қызым болмағанда бұл уақытта аталарыңның көктөбенің қай пұшпағында жатарын кім білсін. Әлде көктөбеден орын тимей, боралдай жаққа жылжып кетер ме еді? Сіз 100 жасайсыз аға, Асылхан жігерлене сөйледі. Аяғанды арашалап алу сіздің ғана қолыңыздан келеді, сондықтан сізге босаңсуға болмайды. Әй, шырағым-ай, біздің әрекет құрдалбаса болып шығама деп қорқамын, деді шал шаршаңғы дауыспен. Қарап жатып өлмек жоқ. Жаға жыртыспасақ та жан сақтау үшін жанталасамыз. Көмектесіп жібер, шырағым. Жігіт оны қолтығынан демеп тұрғызды да сүйемелдеп ас ішетін бөлмеге алып келді. Қадиша әзірлеген тамақты алдарына ала бергені сол еді, телефон шырылдап қоя берді. Трубканы Ақбота көтерген. Алло, сізге кім керек? Қуат, мұнда ондай адам тұрмайды. Шалдың есімін құлағы шалып қалған Асылхан орнынан атып тұрып, дәлізге жүгірді. Ол деген Аяған ағаның әкесі емес пе, қап, деп санын сап еткізіп салып қалды. Ақбота абыржып, әпсетте жүзі қызарып шыға келді. Жә, таусылма, деп дауыстады Алдияр Ақпанұлы. Біраздан кейін қайтадан телефон шалар. Профессордың айтқаны келді. Олар тамақтанып болған кезде телефон шырылдады. Трубканы Асылхан көтерді. Әлеу, бұл қайдан? Деді ар жақтағы дауыс. Профессор Алдияр Ақпанұлының үйіне түстіңіз. Ар жақтағы адам тым-тырыс әрі-бері өткен машиналардың дауысы естілді. Алло. Әлеу, профессор, ассалаумағалейкум. Бала-шаға Малжан аман есен бе? Мен ауылдан келдім. Әлеу. Я, қария. Менің немерелерім қайда? Ата, ассалаумағалейкум. Қай жерде тұрсыз? Көшеде, деді шал. Әй, бұл кім өзі? Асылхан деген балаңызбын. Қай көшеде тұрсыз? Алматының көшесі, 4 қабатты үйдің жанында. Көшенің аты қандай? Әй, өзің қызық екенсің. Мен қайдан білейін? Ауылдан келдім, деп шамданды шал. Не істерін, не дерін білмей жігіттің дымы құрыды. Қай жерде тұрғанын білмейді, деді трубканы алақанымен жауып тұрып. Ата, жаныңыздан өтіп бара жатқан адам болса шақырыңызшы. Әй, тәуәриш, деген даусы естілді шалдың. Жігіттің езуіне күлкі үйірілді. Шауып келіп, жанында тұрған балаларға көзін қысты. Аталарыңмен сөйлесесіңдер қазір. Алло, тыңдап тұрмын, деді трубканы алған адам. Кешіріңіз, біздің шал қай жерде тұрғанын түсіндіріп айта алмады. Мүмкін болса сіз айтып жібересіз, деп қиылды жігіт. Шалдың қай жерде тұрғанын дәл біліп, Қуат қариямен сөйлесті.
Қазір немерелеріңізбен сөйлесесіз, біз барғанша тапжылмаңыз. Трубканы Олжасқа ұстата салды да асығыс киініп, Елжасты жетелеп шыға жөнелді. Таксиде оңай табылды. Жанына келіп тоқтай қалған машинаға шал мүлде мән бермеді. Екі иығы селкілдеп жылап тұрған секілді. Ботам, қоңыр қозым, қазір барамын дейді егіліп. Ата, деп дауыстады машинадан секіріп шыққан Елжас. Екі иығы селкілдеп жылап тұрған шал жалт бұрылды. Жүзі сора-сора әбден жылаған. Немересін көріп құшағын жая ұмтылды. Құлыным, ата! Ата мен немеренің құшағы айқаса кетті. Асылған салбыраған трубканы көтеріп құлағына тосты, бейбі сөйлеп тұр. Ата, сен маған не әкелдің? Көп балмұздақ жегім келді. Ата мен немеренің құшағы жуық арада жазылмайтын сияқты. Шал немересінің әр жерінен сүйіп, иіскелеп мауқын баса алмай жатыр. Екі көзі меймілдеген жас. Ата, машина тосып қалды, жүрейік. Қуат ақсақалдың үлкен қоржынын машинаның жүк салғышына орналастырып, шалды қолтықтап артқы орындыққа жайғастырды. Жол бойы маңдайшадағы айнадан шалға қарады да отырды. Қарияның көз жасы үйге жеткенше тыйылмады. Немересінің сүймеген жерін қалдырмады. Атасын Елжас та сағынып қалыпты. Шалдың мойнынан қапсыра құшақтап, қуаныштан жадырап күледі. Үндемей томаға тұйық жүретін баланың көзіндегі мұңды көріп, Асылғанның жүрегі ауыратын. Елжастың шаттыққа толы жанарында сол мұңның ізі қалмапты. Қорбаңдап, табалдырықтан аттаған қара шалды Олжас аталап келіп бас салды. Ағасы не істесе соны қайталайтын бейбі аталап оның соңынан тұра жүгірген. Басында тұмағы, үстінде қара тоны бар қара сақал бейтаныс шалды көріп, қалт тоқтады. Бажайлап қарады, сонан соң бақырып кейін қашты. Қуат қария пысынап теліп кеткеніне қарамай немересін көтеріп алып, бауырына басқан күйі көзінен мөлт-мөлт шыққан жасын сүртпестен ұзақ тұрды. Шалға қарап тұра беруге Қадиша мен Ақботаның жүздері шыдамай, көздеріне іркілген жасты саусақтармен қағып түсіріп, теріс айналған. Аталарыңды бері алып келіңдер, деп дауыстады алдияр қария. Ата, шешініңіз, деп бәйек болған Асылған шалдың тонын іліп, тұмағын алды. Жуынатын бөлмеге кіргізіп, су ағызып берді. Жуынып шыққан Қуат қарияны ас үйге бастап келді. Өзіне қадала қарап, қозғалмай стол басында отырған, шашы таза ағарған, сары аурудан тұрғандай жүдеу шалды көріп, Қуат қария ауылдың әдетіне бағып, қос қолымен кеудесін басып, тұрып сәлем берді. Орнынан тұрмады, сол қолын берді деп сөге жамандамаңыз қария, деп күлімсіреді профессор сол қолын ұсынып жатып. Осылай кәріп болып қалдым. Алланың ісіне қайран бар ма? Деп күрсінді Қуат қария. Алланың ісіне айып жоқ, адамның ісі болса ше. Жаратқан-ай, адамның ажалы адамнан болып жатыр ғой. Алыс жолдан шаршап келген шығарсыз, шай ішіп жан шақырып алыңыз, деді профессор сол қолмен тәтті тоқашты Қуат қарияның алдына қарай жылжытып. Сонан соң есіктен жылтыңдап қарап тұрған бейбіні өзіне шақырды. Қызым, бері кел. Кішкентай қыз жүгіріп келіп, Алдекеңді құшақтай алды. Немересінің бетінен сүймек болып, қола пайсыздау қозғалып барып, бейбіні құшақтамақ еді, қыз қаба сақал шалдан қорқып шырылдап профессордың құшағына тығылды. Қызым-ау, ол өзіңнің атаң ғой, алыстан ауылдан келді. Менің атам емес, деді Алдекеңнің мойнынан қапсыра құшақтап алған қыз. Ой, алтыным, ой, жарығым, атаңды жатырқап қалыпсың ғой өзің, деп көзіне келіліп қалған жасты жап-жалпақ алақанмен сүртті. Көңілшек шалдың мына қылығы Қадиша мен Ақботаның көздеріне жас үйірді. Ұмытып кетіппін ғой, қоржын қайда қызым? Деп қорбаңдап коридорға шығып кетті. Үлкен ала қоржынды мықшыңдап әрең көтеріп кіргізді де аузын шешті. Әжелерің сендерге құрт май ірімшік беріп жіберіпті, алыңдар боталарым, жеңдер. Атаңа бетіңнен сүйгіз, деді профессор қыздың құлағына сыбырлап. Қарашы әне, саған құрт ірімшік алып келіпті. Білағылет сүй, деді қыз Қуат қарияның алдына келіп бетін тосты. Сақалыңды былай тартшы.
Шал немересін бауырына басып, көңілі босап, көзін жұмып алып, біраз уақыт үнсіз қалды. Көзін ашып алып, қайта жұмды. Екі көзінен ыршып шыққан қос тамшы мөлтілдеп сәл тұрды да тамып түсті. Құрт пен ірімшіктен құр қаламын деді ме, қыз тапырлай бастады. Қария немересінің маңдайынан иіскеді. Бармасаң, келмесең, жат боласың деген осы, деп күрсінді шал. Сонан соң Қадишаның қаймақ қатқан қызыл күрең шайын сораптауға кірісті. Демнің арасында пора-пора болып терледі. Көлде орамалымен терін құрғатты. Жарықтық үнді шайының бір қасиеті бар. Шайдың қадірін өзіңіз сияқты кемпірі бар қариялар біледі. Мен секілді жетім шалға бәрібір деп жымиды Алдекең. Шырағым, деді шал шай құйып отырған Қадишаға. Қоржынның екінші басында келіннің балалардың сыбағасы бар еді. Кәледейниктеріңе салып қойшы. Шай ішіліп болғаннан кейін профессор Асылханның көмегімен өз бөлмесіне жетіп төсегіне жайғасты. Қарияға төрге көрпе төсеп, шынтағына жастық тақаңдар, балалар. Оның аузынан шыққанда қалт еткізбей орындайтын Қадиша алдымен кілем жайып, оның үстіне төр көрпе төсеп, екі жастық тастады. Қыздың қимылын бағып тұрған қуат қария ризалығын жасыра алмай Қадишаның маңдайынан сүйді. Бақытты бол айналайын, деді еміреніп. Ол шығып кеткеннен кейін малдасын құрып отырды. Қызыңыз ба, келін бе? Қария бас шайқады. Бұл бір ұзақ әңгіме. Бөлмеге 3 бала кірді. Екі ұл қуат қарияны құшақтап, қыз профессордың алдына отырды. Барлығы мәз. Томаға тұйықтау болып жүретін Елжас мүлде өзгерген. Бұрын үлкен адамдардай өзін соншалықты салмақты ұстауға тырысатын бала, атасы келгелі бері тарқылдап күліп, бір бөлмеден екіншісіне жүгіріп, інісімен алысып, әбден тайраңдады. Менің атамның сақалы жоқ, деді Бибі профессордың мойнынан құшақтады. Сендердің аталарының сақалы мынадай. Біз саған құрт ірімшік бермейміз, өзіміз жейміз, деп сес көрсетті Елжас. Кішкентай Бибіге бар шындықты айтып салуға батылы бармай, екінші жағынан Алдияр атасын аяп, әжептеуір қиналды. Қуат атам Бибіге ренжіп қалатын болдау, деп ойлап қабағы түсіп кетті. Бибі, Қуат ата бәріміздікі, деді Елжас қабағы тұнжырай қалған профессорға жасқана қарап. Алдияр ата да бәріміздікі. Я саған, Алдияр ата менікі, ешкімге бермеймін. Атасының мойнынан құшақтап алған профессордың жүрегі елжіреді. Кішкентай қызды әр жерінен шөпілдетіп сүйді. Есіктен Қадишаның басы көрінді. Кешіріңіздер, деді ол қысыла күлімсіреп. Елжас, сабағыңа дайындал, Олжас Бибі, жүріңдер далаға шығамыз. Ура, деп Олжас орнынан атып тұрды. Ула, деп Бибі де жерге секіріп түсті. Екі шалды оңаша қалдырып, барлығы жөніне кетті. Екеуінің әңгімесі олар қайтып оралғанда енді қыза бастаған. Алдиярдың іші әбден толып қалған екен. Әке-шешесін, ақтың әскерлері киіз үйге қамап өртеп жібергеннен бастап әңгімеледі. Үлкен дәрежеге бейнетпен жеткен Алдекеңнің азапқа толы өмірі туралы әңгімені Қуат қария малдас құрып табжылмай отырып тыңдады. Бір кісідей қиындық көрдім деп ойлаушы еді. Профессордың өмірімен салыстырғанда мұныкі ауызға алуға да тұрмайды екен. Ол жетім қалып, телімі шығып, көрінгеннің есігінде жүрген жоқ. Анасы ертеректе қайтыс болғанмен, әкесін беріде өз қолымен жерледі. Жұрттың баласы ашығып, тышқан аулап, жан сақтап немесе талғажау етер дән таппай, ісіп кеуіп, қырылып жатқанда шаруақор әкенің арқасында тірі қалды. Марқұм әкесі шаруаға ымығым, еті тірі адам еді. Осынау ұлан байтақ даланы аштық жайлап, қалың жұрт таңдайға салар бір түйір дән таппай тосып кеткенде, сағынтай қарасуға қармақ салып, бала шағасын балықпен асырады. Ойбай, жылан жемейміз деп кесірленген кейбіреу бала шағасының обалына қалды. Қарасудың балығы қыста да азық болған. Жұрттың жылан деп жүргені патша балық екен. Патша балықты айтып, тамсанып, аузының суы құруйтын талай адамды кездестірді осы өмірде. Қалың елдің қабырғасын қайыстырған қаралы жылдар Сағынтайдың үйін айналып өтті.
Одан кейінгі бүкіл халықтың басына туған ауыр күндерде қуат ел қатарлы қолына қару алып, отанын қорғауға қатысты. Құдайдың құзыры жауып, аман есен қайтып оралды. Үлкен ерлік жасап, аты аңызға айналған жоқ. Бастың амандығын ойлап, жан сауғалап, бұғып та қалмады. Белуардан су кешіп, ақ қар көк мұзда апталап айлап жататын кездері болған. Көппен көрген ұлы той демекші, ұлы отан соғысында көрген қиямет қиыншылықтар барлық халыққа ортақ болғандықтан қария басынан өткендерін әңгімелеп, кеуде қағуды есі көрді. Кейбіреулер секілді соғысқа қатысқанын бұлдап, орден медалдарын сылдырлатып, темтеңдеп есік тоздырып жүретін әдеті жоқ. Көп қатарлы елімді, отанымды қорғадым дейді сұраған адамға. Ақсақал-ау, өзіңіз майдангерсіз, орденіңіз бар, неге жеңілдікті пайдаланбайсыз дейді білетіндер сыр тартып. Шырағым-ай, өзіміз екі баспыз. Тарығатындай не зауал туды дейсің. Тәуба деп қойсаң бәрі орнына келеді, дейді қария. Аса діндар болмағанымен ептеп молдалшылығы бар. Аузынан тәубесі түспейді. Жалғыз ұлдың абыройы көтеріліп жүрсе осының арқасы деп ойлайды. Тәубешілдігінің арқасында жаманшылық көрген жоқ. Соғыстан келгеннен кейін колхоздың жұмысын істеді. Күн деген жоқ, түн деген жоқ. Адал еңбегі абырой әперді. Үкімет пен партия еңбегін бағалап, кеудесіне 2 рет орден қадады. Айналайын үкіметі мен партиясынан көрген жақсылықтары аз емес қой. Жасы келгеннен кейін құрметті демалысқа шығарып салды. Алатын пенсиясы кемпірі екеуіне кең молынан жетеді. Сол пенсиядан жырымдап жүріп, жинаған ақшасы бар. Құдайға шүкір, көп қатарлы өмір сүріп жатыр. Тәубе, деп Қуат қария бетін сипады. Бөлмеге имене басып Қадиша кірді. Ежелгі дағдысымен 2 шалға кезек-кезек жаутаңдай қарап жылы жымиды. Ата, сізге төсек салып қойдым. Қызым, атаңа төсекті осы үйге сала қой. Әңгімелесіп жатайық, деді Алдияр. Дұрыс айттым ба дегенде сұраулы жүзбен Қуатқа қарады. Ұйқы шіркін келе қоймас. Түзге отырып келіп, шамды өшіріп жатқан соң 2 шалдың әңгімесі әрі қарай жалғасты. Өзінің өмір тарихын айтып болып, аяғанның жағдайына ауысқан кезде Қуат қария басын көтеріп отырды. Біраздан кейін көңілі босап, іште егілді. Жалғыз ұлдың жағдайы қабырғасына батып, ішін ит тырнағандай қиналды. Профессор оның егіліп отырғанын көрмесе де сезді. Шалдың көңілін жұбату үшін өзінің айбағып қарап жатпағанын, дос жарандарының оны құтқарып алуға кіріскенін тілге тиек етті. Қуат қарияның үміт шырағы тұтанғанмен құлазған көңілі қалпына келе қоймады. Ол сарғайып таң атқанша дөңбекшіп кірпік ілмеді. Жалғызыма жанашыр бола көр деп жаратқанға жалбарынды. Болар болмасқа босап, бордай тозбайтын діні қатты шал бүгінгі қылықтарын, немерелерін көргенде шыдай алмай көзіне жас үйілгенін, жалғыздың жағдайын ойлап қиналып егілгенін есіне түсіріп, қартайғанын, білегінен күш кетіп, басынан бақ тайғанын түсінді. Жалғыз ұлын қорғай алмайтындығын, сөзінің ешкімге өтпесін іштей бағамдады. Өзінің бейшара халіне, қартайғанда қадірі кетіп, жер болғанына күйінді. Өмір бойы торуылдап, жолын аңдып жүрген жамандықтың күні батар шағында, қуаты қашып, мүсәпірлік қалге жеткенде жағасына жармасқанын жаман ырымға балап іштей тіксінді. Есіне әкесінің қайталап айта беретін сөзі түсті. Құдай, бар болсаң мені бала-шағамның жамандығын көрсетпей ал, деп зарлап отырушы еді марқұм. Әкесінің тілегі Құдайдың құлағына шалынды ма, көзі жұмылғанша жаманшылық көрмеді. Ауруға шалдығып, жаны қиналып, басқаларды да қинап, сары жамбас болып жатып алған жоқ. Тік тұрып жүріп өтті дүниеден. Жағың түспей жамандық көрме деуші еді әкесі бата бергенде. Жүріп жасы 70-ке келгенде, тағдыры кәрі иттігін жасап, мойнына құрым іліп, қорламақ па? Айқайлап айтпағанмен жалғыз ұлын мақтан тұтып, іштей марқайып көңілі тоқ жүруші еді. Енді қалай қарайды ел жұрттың бетіне? Ой Аллай! Деп көкірегі қарс айрылардай терең күрсінді. 16 бөлімнің соңы.
Өмірзая романы 17 бөлім. Аяған жеңілгенін мойындағаннан басқа амалының қалмағанын түсінді. Өзіне тағылған айыптарды мойындамай, біраз күн қасарса қарсыласып әртүрлі сылтау ойлап тапты. Бұлай бұлтарды, бұлай қашты, бірақ құтыла алмады. Ақыры өзі шаршады. Әдепкіде тергеуші шаршап, жалығып қоятын шығар деген алдамшы қиялдың жетегінде ерген. Кейін түсінді, тергеудегі адам жалтарып қашқан сайын тергеуші атаулы жанығып, індете қуалайды екен. Соңыңа бір емес, бірнешеуі түссе қашып құтылуы мүмкін бесірі. Тергеуді бастаған басқа еді, оның орнын Мақсұт басты. Күні кеше ғылымдағы сапарларын қатар бастаған, бірақ жолы болмай, барлығына өкпелеп кеткен Мақсұттың ниеті белгілі. Соны біліп аяған баз кешті. Заңның тілін, қамаудағы өмірдің қулық сұмдығын, құйтырғысын білмейтін, қамсыз жүріп қапыда қолға түскен жігіт шарасыздығын бір жола мойындағандай еді. Мақсұт мән мағынасыз сұрақтың астына алып, бастырмалатқан кезде суық жымиып үндемей отырады. Жеңілмеудің, қарсыласының алдында рухын түсірмеудің бір жолы осы екенін түсінген. Мұндай сәтте айдарынан желесіп, ысқырығы жер жарып, Құдаймен қатар жүргендей паңсынған тергеуші бейшара ашудан жарылып кете жаздайды. Орнынан атып тұрады, оның ниетін танып, аяғанда қорғанысқа дайындалады. Анау бір күні қапыда таяқ жеп қалғалы бері аса сақ. Ашудан ала сұрған Мақсұт су шашыраған темір пештей бұж-бұж етіп басылады, сонан кейін шаруасына кіріседі. Бүгінде міне ескі таныстар тіл тапса алмай, бірін-бірі қинасып, қиналып отыр. Тергеуші ашулы, ұзын қасы көзін жауып қалған, талағы тарс айырылып кетердей болып түксиіп отыр. Мақсұтжан, сен 43 жыл кеш туғансың, қазір бар болғаны капитан шығарсың. Егер 37-де НКВД-да істесең, 30-ға толмай-ақ полковник болар ең, деді аяған езу тартып. Тергеушінің қою қасы жоғары жылжып, қанталаған екі көзі жігіттің өңменіне қадалды. Мен капитандармен сөйлесуге намыстанамын. Сенің тіліңді табатындар көп мұнда. Күні-түні сайрайтын боласың әлі. Мақсұтжан, сен институтта жүре бергенде бұл уақытқа дейін ішкіш болып кетер едің. Мен сен сияқты анти болмас едім, деді ол табалай күліп. Тауып айттым деп ойлады. Ол күткенде аяған тосылып қалған жоқ, жауапты тез қайтарды. Мемлекеттің атына кір келтіріп отырған мен емес, мына сенсің. Сен Лаврентий Павлович Берия жолдастың тәсілін мықтап меңгеріпсің. Қызмет бабын пайдаланып, өзіңе ұнамайтын адамдарға жамандық жасауға маманданып алыпсың. Сен мемлекеттің алмас қылышымен өз бақталастарыңның басын шауып тастаймын дейсің. Кеңес қоғамы дүниедегі ең әділ, гуманист қоғам. Партия осылай дейді. Ал сенің ісің, ойың, тірлігіңнің мазмұны гуманистік қоғамның мақсат мүддесіне сай келмейді. Мақсұтжан, тергеушінің қасы қайтадан төмен жылжып түсті. Қалың ерні дүрдейіп, сұрапыл ызадан тісін қайрап, екі жұдырығын тас қылып жұмып алды. Жүзінде өз күшіне сенгендей нығыздық бар. Сөйлеп қал, бәрбір басыңды қағып тастаймын деген сұс бар көзінде. Қауіпсіздік комитетін сен әлі жазалаушы орган деп ойлайсың, сондықтан тым қатыгезсің Мақсұтжан, деп даусын өзгертіп, профессор Алдияр Ақпанұлының мақамына салды. Ол кісі ұнатпаған адамының атына жан деген сөзді қосып, даусын әндете созып сөйлейтін. Мақсұт ол кісіні өте жек көреді, атарға оқ жоқ. Мына орындықта өзі емес. Алдекең отырса, түксік қабақ тергеушінің оған қол жұмсарына, ойына келген қиянаттың бәрін жасарына аяғанның иманы кәміл. Біз мемлекетімізге жаулық ойлайтын сволочтарға жылы қарай алмаймыз. Ондай сүмелектерге кешірім жоқ, деп тергеуші орнынан тұрды. Бос әңгімені доғар, сұрақтарға жауап бер. Сенің сұрақтарыңа жауап беруге менің өрем жетпейді. Сен өте қиын сұрақтар береді екенсің, деп жымиды жігіт. Менде бір мысқал кінә жоқ.
Біздің қолымызда бұлтартпас деректер бар. Сенің басыңды жалмауға солар толық негіз бола алады, мырза, деп орындыққа шалқалай жатып кеңк-кеңк күлді. Сендейлер отырған жер иістеніп, ластанып бітеді-ау, әттең. Нағыз азаматтар келіп, әділдік орнатқанша, сендер бәрін бүлдіріп боларсыңдар, мырза. Тіліңді тартып сөйле, мен коммунистпін, деп тергеуші орнынан атып тұрды. Аяған оны мазақтағандай мырс-мырс күлді. Берия көкеңде коммунист болған. Орнына енді жайғасқан тергеуші селк етіп, басын шалт көтеріп алды да жігітке түксие қарады. Сонан соң қағазына әлденені асығыс жазып алды. Демек коммунистерге сенбейсің ғой, солай ма? Мен Берия көкеңмен сен сияқты коммунистерге сенбеймін. Тарт тіліңді, деді Мақсұт тағы да орнынан атып тұрып. Қалшылдап қатты ашуланды. Қолы қалтырап, темекі алып тұтатты. Аяған одан жеңілмеудің әдісін енді тапқанына іштей қуанып, әнтек езу тартты. Тергеуді мейлінше соза беру керек еді. Араға түсіп, арашалап алар адам табылып қалар бәлкім. Профессор Алдияр Ақпанұлы мен студенттердің қарап жатпағанын іші сезеді. Мәскеуге жөнелткен хатынан да үмітті. Хаты үлкен жақтағы үлкен адамның қолына тиіп, тексеру келсе үстіне су тигізбей құтылып кетеріне сенімді. Мақсұттың ойы белгілі, тергеуді тез аяқтап, істі сотқа беруге тырысады. Одан ешқашан аяушылық күтпейді. Оның ескіде кеткен есесін ұмыта алмай жүргені анық. Өле-өлгенше ұмытпайды. Оқу бітірген жылы екеуі бір орынға таласып, профессор Алдияр Ақпанұлының демеуімен аяған өткен. Екінші рет оның алдын тағы да орап кетті. Айдарынан жел есіп, мерейі үстем болды. Мақсұт көлеңкеде қалып қойды. Жастары қатар екі жігіттің арасындағы кикілжің асқынып, өртке айналды. Қатар жүріп бірін-бірі мұхатуға білдірмей жамандық жасауға тырысты. Мұндай тәсілге жеңілген адам әуес. Оны соншалық ұнатпай тұрса да, аяған жасырынып, жаманшылық жасауға араланатын. Оған деген ойын, ниетін, көзқарасын жалтақтамай, жасқанбай ашық айтып жүрді. Мақсұттың ғылымға адасып келгенін іші сезетін. Сен партия кеңес жұмысына барсаң, жолың болар еді, дейтін аяған оған. Мақсұт ләм демейтін, қасы көзін жауып, түнеріп отырып қалатын. Екеуінің арасы әртүрлі себептерге байланысты ашылып алыстай берді. Мақсұттың кандидаттық еңбегін талқылайтын ғылыми кеңестен кейін кетісіп тынды. Әңгімені профессор Алдияр Ақпанұлы бастап, бұл еңбектің тарих ғылымына бір мысқал пайда бермесін, авторлық концепцияның терістігін, зияндылығын дәлелдей сөйлеген. Тарих ғылымы өзгермелі уақыттың, жалап саясаттың жетегінде кетуге тиіс емес. Мақсұттың еңбегі өз халқының өткеніне жабылған жала. Халыққа топырақ шашуға болмайды, деп Алдекең қызына сөйлеген. Көзі ашық, намысы бар ғалымдар Алдекеңнің ізімен кеткен. Сол топтың бел ортасында аяғанда бар еді. Шетел радиосы не жаңалық айтады, бізде біле отырайық. Мысалы, деді аяған оның ниетін түсіне алмай қалып. Мысалы, Голос Америки, Азат Европа, BBC, Азаттық. Олар үнемі сен туралы айтып жатады. Тергеуші селк етіп басын шалт көтеріп алды. Аяғанның езуіндегі жымысқы күлкіні көріп, жаңағы сөздің кекесін екенін түсінді. Демек мойындайсың ғой. Өсек аяң, өтірік информациялардың ықпалымен көзқарасым, пікірім оп-оңай өзгере салатын сен сияқты шала сауатты емеспін, Мақсұтжан, деп езу тартты жігіт. Мен университетті қызыл дипломмен бітіргенмін, ғылым кандидатымын. Тағы да оның жанды жеріне дөптейді. Мақсұттың екі беті боттиып, қалың ерні дүрдиіп, жағының бұлжық бұлт-бұлт ойнай бастады. Сен саяси тұтқынсың, деді ол тістеніп. Вайдманмен байланысыңның барын білеміз. Кім? Вайдман? Бұл талақтама, бәрібір құтыла алмайсың, деп суық жымиды тергеуші. Сенің ол сыбайласың қазір Израильде шалқып жүрген көрінеді. Ұлты еврей болса, атамекеніне барып, қуанып жүр екен ғой бейшара. Сонымен тергеу жұмысын аяқтадым деп есептеймін. Саған тағылған айыптар мыналар. Танысып шығуыңа болады.
Тергеуші қара папкасынан 3 бет қағаз алып, оның алдына тастады. Аяған әлгі қағазға мүлде көз салған жоқ. Тергеушіге қарап, әнте кезу тартты. Сонан соң қағазды қағайырып Мақсұттың алдына жылжытты. Ақымақ, деді тергеуші тістеніп. Сонан соң орнынан тұрып барып есік ашты. Бөлмеге 2 жігіт кірді. Мына қағазды қалтаңа салып ал, менен ескерткіш болсын, деп күлді тергеуші. Сонан кейін папкасын қолтығына қысып, алшаң басып шығып кетті. Аяған столдың үстінде жатқан қақ бөлінген қағазды алар алмасын білмей тосылып қалды. Мақсұттың қандай жала жапқанын білу керек. Жыртылған қағазды қалтасына салып, 2 жігіттің алдына түсті. Камераға келгеннен кейін қақ бөлінген қағазды алдына жайып оқуға кірісті. Алғашқы сөйлемінен бастап-ақ басынан қан шапшып, жүрегін ұзап кернеді. Мақсұттың жаппаған жаласы қалмапты. Оның жазуы бойынша аяған қуатып, кеңес үкіметінің қан құйлы жауы болып шыққан. Ол кішкентай кезінен бастап шетел радиосының хабарын тыңдайды екен. Пиғылының жат, ниетінің теріс болып қалыптасуы содан көрінеді. Бір кезде Қазақстанда тұрған, кейіннен Америка, Израильге және де басқа капиталистік мемлекеттерге өтіп кетіп, кеңес үкіметіне қарсы өсең аяң, өрбітіп жүрген сүмелектермен дос болған деп соғыпты. Әлгілердің аты жөнін бірінші рет көрген жігіт тергеушінің имансыздығына күйінді. Аяған Қуатыптың үйін тінтігенде мынадай заттар кітаптар табылды деп тізімін келтіріпті. Б. Пастернактың доктор Живагосын кітап базарынан 50 сомға сатып алған. Ол шығарма кеңес үкіметінің беделіне нұқсан келтіреді деп есептемейді. Кілтипан кітаптың Парижде басылып шыққандығында қайдан кімнен алдың деп басын қатырар. Апырау, сол кітапты кімнен алып еді? Мүлде есінде жоқ. Қара базарда ылғи кітап айырбастап немесе сатып жүретіндерді түгел біледі. Ал сол кітапты басқа біреуден сатып алғаны есінде. Ол кім? Есінде жоқ. Брежневтің карикатурасын таптық дейді. Мүлде есінде жоқ. Қолынан сурет салу келмейді. Тіпті әуестігі де жоқ. Олардың тапқаны Елжастың Шимай шығар сірә. Ол өз бетінше сурет салып, газет журналдарға басылған адамдардың портреттеріне сақал мұрт жасап, тағы да сол сияқты бір нәрселерді ойлап тауып, шимайлап жүретін. Солженициннің «Раковый корпус» романының ратопринтке басылған нұсқасын оқып шығу үшін профессор Алдияр Ақпанұлынан алған. Қайдан кімнен алдың деген сұрақтың қойылуы анық. Бұл да бір айып. Ермак Тимофеевич туралы айтқандары рас. Үйде ескерткіш орнатып, есімін қалаға беретіндей ол кім сонша? Кеңес мемлекеті үшін күрес қыршынынан қиылған ердің ері ме, жоқ әлде қоғам қайраткері ме? Бұл да бір Аяған Қуатыптың пікірі ме? Жоқ, халықтың ойы. Атақты жазушы Әнуар Әлімжановтың үлкен жиында Ермак туралы айтқанын өз құлағымен естіген. Сол жазушыны көлденең тартар. Бірақ қадалған жерінен қан алғалы отырғандардың беті бері бұрылар ма? Сонда қайтпек керек. Олар бәрібір аямайды екен деп жеңілгенін мойындап, алдаспанға мойнын тоспақ па? Жоқ, кеудесінен шыбынжаны шырылдап шығып кеткенше арпалысады. Аяғанның өмірі өзіне ғана арналмаған. Оның соңынан ерген 3 ботасы бар. Солар үшін өмір сүруге тиіс. Өзіне тағылған тағы бір айып ауған соғысына байланысты екен. Ауғанстандағы соғысқа қарсы үгіт насихат жұмыстарын жүргізген. Үкімет басшыларының атына ауыр сөздер айтқан деген сияқты кінәлауларды жекелеген мысалдармен дәлелдеп, уақытын, күнін көрсетіп, тізіп жазыпты. Бұл деректерді растайтын адамдардың аты жөні көрсетілген. Таңғалғаны тізімде Жақия жоқ. Алмастың аты жөнін көріп, Аяған шалғасына түсе жаздады. Мүмкін емес, деді. Шәкіртінің ондай қарамдыққа баратындығына мүлде сенген жоқ. Фамилиялары көрсетілген адамдардың барлығы бірдей жау емес. Олар тіпті білмеуі де мүмкін. Бәлкім өкпелілер бар шығар. Өкпе, реніш, жаулыққа айналады дегенге ешқашан сенбейді. Ендеше Ауғанстандағы соғысқа байланысты тағылған кінәларды мойындамайды. Олардың дәлелі дәрменсіз. Куәлікке студенттерді шақырар, олар қорғап шығуға тиіс.
Ал үнпарақ таратпағаны анық. Мұны ешкімде мойнына қойып бере алмайды. Бұл Мақсұттың ойлап тауып жүргені. Ал егер Ауғанстандағы соғысты айыптап сөйлесеше, бұл соғыстың қате болғанын өмір көрсетті. Балы тамған жас қамыстай талай боздақ қыршынынан қиылды. Өзінісін бақи дүниеге аттанып, бейнесі елеске айналды. Ауған соғысы тағы қанша қыршынның басын жалмары бір құдайға аян. Олар кім үшін, не үшін қан төгіп жатыр? Кімді кімнен қорғауда? Осының барлығын ашып айтса ақылы кем адамдар неге түсінбейді? Түсінеді. Ауған соғысының әділетсіздігін айтып, көп болып Мәскеуге Брежневтің өзіне хат жазса, талай боздақтың торғайға айналып кеудесінен пыр етіп ұшып кеткелі тұрған шыбыны жанын сақтап қалмай ма? Ха-ха, тапқан екен хат жазатын адамды, тапқан екен қалжыңдасатын кісіні. 30-дың бесеуіне келсе де, әлі күнге бала сияқты ойлап, баланың ісін істемекке ұмтылатын шикілігіне ренжіп көңілі сөгілді. Аяқ астынан данышпан бола қалатыны бар. Жалғыз өзі ақылды да, басқаларының барлығы ақмақ екен. Ақылы асып бара жатса, өгей баланың күйін кешіп жүрген Қазақстан тарихын жарылқап алмай ма? Басқа түгіл өз пәнінің шекесін қыздырып, көсегесін көгерте алмай жүріп, мемлекеттің сыртқы саясатында несі бар? Бұдан кім ақыл сұрапты? Кеңес үкіметінің әскері Ауғанстанға барып, басмашылармен соғысып жатса, институттың қатардағы мұғалімі аяған қуатып түгіл, оны орап алатын саясатшыларда түсіне бермейтін бір кілтипаны, бір жұмбағы бар шығар. Апырау, жанын баға алмай жүріп, мемлекеттің саясатында несі бар? Арзан абырой жинаймын деп жүріп орға құлады ақыры. Міне, аузын бағып абайлап жүргендердің айдарынан желеседі. Ал бұл ақылсыздығынан аранға құлады. Аранға, енді міне, өткеніне өкініп, бармағын шайнап, қыңсылап жатысы мынау. Не істеу керек? Мақсұтты кекетіп мұхатқаннан не ұтты? Араша түсер кім бар? Алдияр Ақпанұлы ма? Ол кісі тірі ме екен? Аяғанның жүрегін үрей шағып алды. Бейшара, шындық үшін күресемін деп жүріп, тапқан олжасы денсаулығынан айырылды. Ұшан теңіз еңбегі бар адамды ит талағанда етіп қорлап, лақтырып тастай салды. Оның жанында аяған қуатып кім тәйірі? Ешкім емес. Тіпті іздеушісі де жоқ, саяқ. Санасы санға, ойы оңға бөлініп, қаптаған қалың сұрақ жан-жағынан анталап есін шығарды. Сол көп сұрақтың бірде біреуіне жауап таба алмай басы мәңгірді. Сырттағылар жағдайды естіп біліп жатқан шығар. Ал мұның сыртқы дүниемен мүлде байланысы жоқ. Бала-шағасының жағдайын анау күні Міртемірден естіп білген. Әсем қалай екен, жазылып шықты ма? Бұл туралы мүлде ештеңе біле алмай шаршады. Түсіне әке-шешесі кіретін болып жүр. Олар аман есен бе екен? Басын қақшаң еткізіп көтеріп алған улы жыландай бір жаман ой оқыстан соғып есеңгіретіп тастады. Талай күннен бері мекен болған камера соншалық тарылып кеткен сияқты. Дем жетпегендей кеудесі қысылды. Орнынан атып тұрып, тар камераның ішінде торға түскен қасқырдай аласұрып, ерсілі-қарсылы жүре бастады. Оқыстан шыққан жылан ой тұнық көңілдің астан-кестеңін шығарды. Зәлім жүрек бір сұмдықты сезгендей кеудесін жарып жібере жаздап тулады. Апырай, шал кемпір аман есен бе екен? 17-ші бөлімнің соңы.